Сәлем достар, мен бүгін тағы да кешегі отбасы хрестоматиясы Жүсіп Зылиха қиссасының жалғасын оқып беретін болам. Бүгін құдыққа тастау. Жүсіп ойбайлаған күйі басынан төмен қарай құлдилап бара жатты. Енді бір санаулы сәтте бас сүйегінің тасталған болып сынары анық. Енді Жүсіптің барлық саналы ғұмыры көз алдынан зымырап өтіп жатты. «О, Тәңірім, жар бола көр», деді ол жан жүрегімен, жұлын жүйесімен ышқына шыңғырды. Осы сәтте Тәңірісі оның тілегін қабыл етіп, періштесіне «Әй, Жәбірейіл, Жүсіпті қағып ал, басынан бір талда шөп түспесін» деп айтады. Жәбірейіл мамық қанатын төсеп, Жүсіпті кірпік қаққанша қағып алады. Құдықтың түбіндегі тасты лезде жұп-жұмсақ мамыққа айналдырады. Оның ішіндегі қоңыз, бақа-шаяндардың бәрін жақсы жағына қарай өзгертеді. Яғни құйрығынан жарық шашқан қоңыздар пайда болады. Осы жерде оған жып-жылы әп-әдемі көйлекті Алланың әмірімен кигізіп қояды. Құдықтың түбіне ағып жатқан ащы суды Алланың әмірімен, осы жарамсыз суды періште өзінің Кәусар бұлағынан періштелер алып келіп бір тамшысын тамызғанда осы су бал татыған әп-әдемі суға айналады. Жүсіп шөлін басып есін жияды. Жүсіптің әлі де болса жүрегі дүрсілдеп тұрған еді. Қарны шұрылдайды, қарны ашқанын байқайды. Хақ тағала айтады: «Менің досыма сәлем беріп, барлығың басыңды иіңдер» дегенде, сол жердегі бақа-шаян, құрт-құмырсқа, жылан барлықтары оған тағзым ете бастайды. «Әміріңе құлдық, алдияр тақсыр» деп, «Не бұйырасыз» дейді. Сонда осы Жүсіптің осы жерде өміріне көңілді өткізуіне, барлық жағдайын жасауына, сендер осы балаға күтіп, көңілін аулап, барлық жағдайын жасайсыңдар деп айтады. Енді бұл жерде осы жерде жатып, енді Жүсіптің барлық жағдайы болады. Енді оның Аллаға деген иманы көбейеді. Сөйтіп біртіндеп көкірегінің көзі ашылып, ой толғамының бәрі пайғамбарларға ұқсай бастайды. Алланың осы берген нығметтеріне шүкір етіп, ақша енді таң намазы мен қараңғы түскенше шам намазы арасында Алланың есімін ұлықтауды, оған зікір етуді үйрене бастайды. Бір күні Жәбірейіл періште келіп: «Әй, Жүсіп, сүйінші, Хақ тағала саған пайғамбарлық дәреже сыйлады» дейді. «Алмақтың да салмағы бар деген, ағаларыңнан қорлық көрсең де, Тәңіріңнен қорлық көрген жоқсың ғой» дейді. Енді бұл жерде неше жыл жатарыңды бір Құдай біледі. Хақтан ешқашан үмітің үзілмесін. Тек қана мынау мағлұм сайтан ғана Алладан күдерін үзген ғой. Пендем Алладан күдерін үзбейді. Барға қанағат, жоққа сабыр етуді үйренгейсің дейді. Әкесіне ескерту. Ағалары Жүсіптен құтылған соң, бәрі бір лақты сойып алады да, оның қанына Жүсіптің жейдесіне жақты да, ауылға қарай бәрі ат басын бұрады. Тек қана Жахуда деген ағасы ғана іштей Жүсіпке жаны ашып: «Сіздер бара беріңіздерші, мен кейіннен барам, артынан барам. Мына жерде тағы да келіп бір көш ба, тағы адамдар өтіп, Жүсіпті
ана жерден құдықтан құтқарып қоймасын, мен соны аңдып осы жерде біраз күн аялдай тұрайын, мені қасқыр қуып кетіп қалды деп әкеме айта саларсыздар дейді. Бұның Рахуданың інісіне жаны ашығанын байқаған ағалары: әй оңбаған, қарасай бұны айлаңды асырып, бізді әкемізге жексұрынен қарабет етіп, өзің со бармақшысың ғой, содан кейін баланы алып деп, жаңағыдай түс алдымызға деп оны алдына салып қуалап кетеді. Одан ағаларының бәрі бір-бірінен ауылға кіре берістен: ой бауырымда, ой бауырым-ай, інім-ай, ботам-ай, ботақаным, құлыншағым-ай деп, құлыным-ай деп, бәрі осындай өкірген дауыспен ауылды азан-қазан қылады. Әкесі де сыртта қырдың басында отыр еді, бір жамандықты сезгендей. Сонда: әкетай-ау, қапыда інімізден айырып қалдық қой, бізді қара басты, төбемізден Құдай ұрды ғой. Біз ары қарай малға жайғайық деп кеткен кезде, бұл сол жерде қалып кеткен жерден қасқыр кеп жеп, дымын қалдырмай мына киімдері ғана қалды қолымызда. Ол бала өлгенше біз неге өлмедік бауырым-ай, бауырым деп, өздерінің шашын жұлып, бетін тырнап, ойбайға басады. Әңгіменің жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, құрметті оқырман, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, қолдап кетулеріңізді сұранамын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.